саламатсыздар ма оқушылар? Қазір дүниетану сабағымыздың тақырыбы менің отбасымның құндылықтары. Сабақтың мақсаты отбасы құндылығы туралы түсініктерді, отбасы туралы ұғымдарды кеңейту, оны сүйе білуге, отбасы игілігі үшін талмай еңбек етуге үйрету. Енді оқушылар оқулығымыздың 46-шы бетіндегі менің отбасымның рухани құндылықтар деген 17-ші сабақты ашыңыздар. Сол жерде ерекше болып белгіленген мына мәтінді оқиық. Адамдар рухани құндылықтың бағасын о баста түсінбегендігі жайлы бір аңыз бар. Үлкен бір отбасында ынтымақ болмапты, ұрыс керіс, дау-дамайдан арылмапты. Олар бір күні Данагөй ақсақалға келіп, өздерін береке бірлікте өмір сүруге үйретуін өтініпті. Ақсақал, ешкім сендерге бақытты өмір сүруді үйрете алмайды. Бақытты болу үшін өздеріңе не керек екенін жазып келіңдер депті. Бұл отбасының мүшелері кеңесе келіп бірнеше сөз жазыпты. Ол қандай сөз болуы мүмкін? Ойланайық. Оқушылар, отбасы тату болу үшін, ұрыс керіс болмау үшін отбасыда не болу қажет? Қандай қасиет болу қажет адамдардың арасында бір-біріне деген? Бір-біріне деген сыйластық, түсіністік, бір-бірін қамқорлық, ағаның ініге, қарындасқа деген, апаның сіңліге деген қамқорлығы қажет. Бір-біріне не істеу керек? Әрбіреуінің сөзін бір-бірінің сабырлықпен, түсіністікпен тыңдай білу, бір-біріне деген сенім, жанашырлық, достық болу қажет. Яғни осындай жақсы қасиеттер болса, отбасы арасында береке, бір-бірімен тату болады. Енді осыны өздеріңіз жазып көріңіздер. Отбасы тату, бақытты өмір сүру үшін қандай қасиеттер қажет? Осыны өздеріңіз толтырыңыздар. Оқушылар, отбасы дегеніміз не өзі білесіздер ме? Отбасы дегеніміз кімдер, қандай жандардан тұрады? Әке-шешеміз, ата-әжемізден және бауырларымыздан құралады. Отбасы тату болу үшін айттық жаңа қандай қасиеттерге қажет екен. Және де біздің ата-аналарымыздың қандай несі бар? Олардың өзіндік міндеттері бар. Олар балаларға қамқорлық жасауға, оларды ары қарай оқытуға, білім беруге осы ата-ананың міндеті болып саналады. Енді отбасы бізге не үйретеді? Бізге сүйіспеншілікті, жақсылыққа жетелейді, еңбектенуге, білім алуға көмектеседі. Бізге балалар, сіздерге ата-аналарыңыз білім алуға, қазір кезде не істеп отыр? Жағдай жасап отыр. Соны сіздер пайдаланып, осы ата-аналарыңыздың үмітін ақтауларыңыз қажет. Сабақты жақсы оқып, алға қарай. Себебі біздің ұрпаққа біздің ұрпағымыз өте не болу керек? Сауатты жаза алатын, оқи алатын, білімді ұрпақ болу қажет. Және де үлкендерді құрметтеуге, кішілерге қамқор болуға үйретеді. Біздер оқыған көзі ашық, тәртіпті бала болып өсуіміз үшін ата-аналарымыз осының барлығын үйретіп, тәрбиелейді. Енді оқушылар, мына суретке назар салып қарайық. Бұл отбасында қанша адам бар? Атасы, әжесі, әкесі, анасы, бауырларын көріп отырмыз. Енді сіздерде де осындай отбасыларыңыздағы адамдарды өздеріңіз үйге тапсырма ретінде алып орындаңыздар. Отбасыңызда қанша адам бар? Және де отбасыларыңызда қандай қазақы салт дәстүрлер сақталған? Сол жайлы шағын әңгіме құрастырып жазыңыздар. Мысалы, мерекелерде қандай бір жақсы дәстүр болады? Әр отбасыда әркімнің өзінің мерекелерде жақсылап атап өтетін жағдайлар болады. Соларды қатыстырып шағын әңгіме құрастырыңыздар. Жақсы оқушылар, сау